Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыру мақсатында 30 қаңтар Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде дөңгелек үстел өтті. Шараны Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобы ұйымдастырды. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етуі, экономикалық және саяси перспективалар тақырыбындағы дөңгелек үстел отырысына жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер департаментінің директоры Сериев Болат Абдулдаұлы төрағалық етті. Шараға Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері, ғылыми сараптамалық топ мүшелері, Достық үйі қоғамдық келісім орталығының қызметкерлері мен білім ордамыздың оқытушы профессорлық құрамы және білімгерлері қатысты. 2017-2018 жылдары Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақсыз емес мүшесі болып отыр. Соның ішінде осы қаңтар айында төрағалық етуде осы кеңесте Қазақстан Республикасының бұл халықаралық деңгейде халықаралық саясаттағы үлкен жетістігі деп айтуға болады. Өйткені Орта Азия мемлекеттерінің ішінде тек Қазақстан ғана осы кеңеске қазір мүше болуға тағайындалды. Және де Қазақстанның басты ұстанымы ол жаппай қырып жоюға арналған қарудан бас тарту. Біріккен ұлттар ұйымына осы негізгі 7 басымдықтарды ұсынып отыр. Бас қосуда елбасының Қазақстан халқына арнаған 22-ші жолдауы еліміздің игілігін, кемел келешегін көздейтін маңызды құжат екен айтылды. Сонымен қатар ол мемлекетіміздің барлық саласына жаңаша серпін береді дейді қатысушылар. Іс-шара барысында Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ету жайында толыққанды ақпарат беріліп, баяндамалар оқылды. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.